Сәлем достар, біз енді бүгін 10 сабақтың алдыңғы сағатында 5 сөзін өткенбіз. Енді қазір ары қарай сөздерді жалғастырамыз. Біз алдында цай, осында, мында, бар деген мағынада тоқтағанбыз 5 сөз. Енді бізде қазір жалғасты сөздер шыңцы, жаңа сөздер, шыңцы. Жа, семья, отбасы. Жа, семья, отбасы. Түсінікті болу үшін кішкене. Ден, пе, кішкентай хың, көппал қой ту жазамыз. Хың, пе, ванго. Ванго, пе, пе, ішіне екі пе жазамыз. Ванго, пе, кішкентай пе. На, бұл жа, семья, отбасы. Мысалы, омен жа, біздің отбасымыз. Келесі, ны. Басында көу, алдында хыңжы, хың, пе. Асында чиге оқсайды, бірақ жердегі песі тақанса кетпейді. Жерден тұрып қалады. Бұл бір-екі түрлі мағына білдіреді. Бірінші көбінде сөйлемнің соңында келеді. Ны деген мағына, кейде сұрақ болып келеді бұл. Одан кейін бұл көбінде өтініш ретінде немесе өзіңіздің бір ойыңызды айту мағынасында, мысалы, сұрақ ретінде қоюға да болады. Мысалы, мылай істесек қайт дейді. Бір сөзді, кішкене қаттырақ келген сөзді, кішкене жұмсағырақ қып, кішкене түрлендіріп айтуға себеп болады. Мысалы, Нина, сенші. Бір жағы сұрақ, бір жағы сізге ой тастайды. Сенші, мысалы, сен не істейсің деген сияқты көбінде сөйлемнің соңында қолданылады. Келесі сөзіміз, міне жердегі осы сабақтың тақырыбында тұрған чу деген сөз. Чу дегеніміз тұру, қоныстану. Чу, пе, шу, тәңнерін жазамыз. Ден, хың, шу. Асында хың. Чу, тұру, қоныстану. Мысалы, Очу, Астана. Мен қайда тұрамын? Астанада тұрамын. Мысалы, Очу, Аламуту. Немесе Очу, Алматы. Немесе Аламуту. Қайда? Мен Алматыда тұрамын. Қоныстанып тұру. Мысалы, Очу, Лоуфан. Мен этажда, ғимаратта тұрамын. Очу, Суши. Суши дегеніміз общита, жатаққана. Мен жатаққанада тұрамын. Тұру, қоныстану. Келесі сөзіміз чудан кейін мән. Мән дегеніміз есік. Мән. Шу. Ден. Хың жырку. Кәдімгі есікті айтамыз. Үйдің есігі. Немесе сырттың, мысалы, квартирадардың сыртында тұратын үлкен есіктер ғой, сонда жалпы есік деген сөз мән. Мынаны кішкене түрлендіріп жатқаным кішкене түсінікті болсын деп жатырмын, танылмай қалмасын деп. Келесі сөзіміз фаңжен. Фаңжен дегеніміз негізгі мағынасы бөлме, комната ғой, былайша айтқан кезде. Фаңжен. Фаңжен. Фаңжен дегеніміз бөлме, комната. Ден, хыңжы, хың, пе, ден, хың, пе, ванго. Фаң. Жен дегеніміз жаңегі мәнді жазамыз бірінші. Ішіне ры деген сөз. Күн есімізде бар ма? Ры. Кішкентай қылып жазамыз. Бұл фаң жен бөлме, комнатаны білдіреді. Мысалы, жышы оды фаң жен. Бұл менің бөлмем, комнатам. Кейде бұл тағыда үй деген мағынаны білдіріп қалады. Мысалы,
гостиницаларда немесе общиталардың әрбір бөлек бөлмелері болады ғой. Мысалы, гостиницада мысалы, 我在宾馆103房间 我在住宾馆的103房间 мен гостиницаның 103-ші бөлмесінде немесе 103-ші үйінде тұрып жатырмын. Сол сияқты фаңжен комнатаны да білдіреді. Жалпы енді гостиница общитада болса да сол бір бөлме ғой енді. Соны фаңжен деп айтамыз, бөлме. Так, келесі сөзіміз хау. Хау дегеніміз номер. Бұл қандай номерлер? Мында коу, хан, шоу, коу. Бұл есік нөмірі, бөлме нөмірлері, сосын кейін паспорт, әртүрлі нелердің номерлерін айтамыз. Хау, номер. Жалпы бұл сабақта көбінде бұл негізінен есік номері болып қолданылады. Так, міне бұл осы сабақтағы 6 сөз. 6 сөз. 10-ші сабақтың 6 сөз. Алдында 5 сөз өтілді. Мен жерде 6 сөз. Ары қарай тағы да жаңа сөздері бар. Жа, бірінші томмен оқимыз. Жа, семья, отбасы. Міне жерде том белгісі жоқ. Том белгісі жоқ Қытай иероглифтерінде көбінде сөйлеп тұрушының өзінің интонациясына байланысты қолданылады. Ол кісі мүмкін жақсы жылы көңіл күймен айту мүмкін, немесе кішкене ренішті көңіл күймен, осы кезде сіздің өзіңіздің сөйлеу екпініңізге байланысты. Сұрақ болып келеді, сөйлемді түрлендіруші, сөздерді түрлендіруші болып келеді. Чу, тұру, қоныстану. Мән, екінші томмен, мән, есік. Фаңжен, екінші томмен, и бірінші томмен. Фаңжен, фаңжен, бөлме, үй деген мағынаны білдіреді. Хау, хау, номер, есік номерлері, басқада номерлерді айтуға болады. Жа, бірақ бұл хау телефон нөмірге қолданбайды. Қазір телефон нөмірге қолданатын номер атауын айтып берем. Жа, семья, отбасы. Сөз соңында келетін қосымша сөз. Чу, сұрақта болып келеді. Чу, тұру, қоныстану. Мән, есік. Фаңжен, бөлме, комната. Хау, номер. Жа, чу, мән, фаңжен, хау. Жақсы достар, міне бұл 10-ші сабақтың тағы да 6 жаңа сөзі. Енді әрбір сабақта сөздер кішкене азырақ болып жатса, мысалы сөздерді өздеріңіз білесіздер, кішкене сабақ кішкене қиындап кел жатыр, сөздері де қайтып кел жатыр, көбейіп кел жатыр. Кейбір сабақтарда осыдан кейін 30-40 сөздерден болатын сабақтар болады. Ол кезде енді ол сабақты шамабар кішкене бөліп өтеміз. Бірақ барлығы тақырып бойынша, енді ол YouTube бойынша кете береді сабақ сандары. Бірақ кітап бойынша біз қазір әрең 10-ші сабаққа келдік. Өйткені әрбір сабақтың сөздерін бір жолда 15 сөз болса 15 сөзді өтсе мүмкін емес. Ал 15 сөзді бір жолда сізге алғашқы үйреніп жүрген кісілерге бір жолда бере салса, оны біз шетел студенттерінің қабылдауы қиындау. Өйткені мен өз тәжірибемде осы күнге дейін 10 неше жылдық Қытай тілін беру тәжірибесінде, өйткені менің өзімнің мамандығым педагог болғаннан кейін, алдымда отырған оқушы қалай қабылдайды, қалай жазады, жақсы үйреніп, осы YouTube пен каналмен келіп жатқан сабақтарды жақсырақ қабылдап алам деген кісіге бір жолда бірнеше сөзді бірақ бере салу, 10 неше сөзді беру қиын. Именно Қытай тілінде. Сондықтан кішкене сөздерді азырақ берсек, әрбір сабақтағы сөздерді тақ, былайша айтқан кезде тамақты да тақыл жеген жақсы, сол сияқты тақыл үйренсе, өзімізге де жақсы. Сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет.